сезгіш келеді. Әлеуметке барлық ақпаратты ақтарып беретін әлеуметтік желі деген сыр сандықтан қалың жылан қаптап келіп, қара трассадан құжынай көшіп жатқан көрген боларсыздар. Егер ордаға жақын аймаққа қауіп төнетін сезер болса, олар бірден орындарын ауыстырады. Көшу барысында топтың шеткі жағында қарауылдаушы қызметін атқаратын кезекші жыландар жүреді. Олардың міндеті топты сыртқы жаудан қорғау, қарағылдау. Ал алдыңғы шепте топ бастайтындар жол білетін жол кезерлер. Қазақ жыланды ертеректе ем-домға қолданған. Халық емшілері жыланның басын шауып, ішін тазалағаннан кейін оны терісімен бірге қазанға қайнатып, сорпасын сырқаттанған адамға ішкізген. Бұл сорпа қан айналымын қалыпқа келтіріп, түйіршіктелген қою қанды сұйылтады. Ішкі ағзаны толықтай тазартып, тіпті алғашқы кезеңдегі рак ауруынан айықтырады. Сонымен қатар жылан уы түрлі мақсаттарда қолданылып келді. Ескі заманда ел арасында өзара қатынас,